Ал енді бүтін сандарға келсекші. Бүтін сандар оң және теріс бағытта шексіздікке қарай кетеді. Бірақ Кантор жай ғана нөлді бастау нүктесі етіп алуға болатынын түсінді. Содан кейін ол былай реттеді: 1, минус 1, 2, минус 2, яғни сандарды олардың модулі бойынша, яғни нөлден қашықтығы бойынша реттеді. Оң сандардың бұрын, теріс сандарды кейін қойсаңыз да, керісінше жазсаңыз да, бәрібір тек тәртіп тұрақты болса жеткілікті. Бұлай реттеу арқылы біз бүтін сандарды натурал сандармен сәйкестендіре аламыз, және бұл екі жиынның да өлшемі бірдей екенін көреміз. Бірақ бүтін сандарды жақсы реттеудің басқа да жолдары бар. Мысалы, нөлден бастап 1, 2, 3 деп оң шексіздікке дейін жалғастырып, содан кейін барып минус 1, минус 2, минус 3 деп теріс шексіздікке кетуге болады. Бұл біз әдетте қалай санайтынымызға сәйкес келмейді, бірақ бұл екеуі де жақсы реттелу анықтамасына сәйкес келеді. Бастапқы нүктесі айқын, ол 0, ал ішкі жиындардың бәрінің де нақты бастауы бар.